Қайырлы күн, достар. Бүгін сіздерге үй жағдайында тез дайын болатын салаттың рецептісімен бөлісетін боламын. Менің каналыма келіп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен, бірінші піскен тауықтың етін ұзынша етіп жақсылап турап аламыз. Бұл салатты міндетті түрде үй жағдайында жасап көріңіздер. Ары қарай піскен жұмыртқамызды тура осылай ұзынша етіп турап алатын боламыз. Ішіндегі сарысын қалауларыңызға қарай қоссаңыздар да қоспасаңыздар да болады. Ары қарай қиярды үкіштен ұзынша етіп өткізіп аламыз. Бұны ұзынша етіп турасаңыздар да болады. Дәміне қарай тұз, майонез қосып, жақсылап араластырамыз. Біздің салатымыз дайын болды. Ас болсын.